Шоқай сонда алаш қозғалысының бір бөлігі ме, әлде дербес тұлға ма? Сұрағыңыз өте орынды. Ол өте өзекті мәселе. Өйткені қазір біз Мұстафа Шоқай танушылар оны тіпті бар ғой, алаштан бөліп алып, ол өз алдына бір дербес ұлы Түркістан идеясын көтерді деп адасып жүр. Алаш идеясы сол кешегі Тұран дейік па, оны Түркістан дейік па, немесе жошы ұлысы дейміз ба, әйтеуір түркі бірлігі мемлекеттің әлемін қайта жаңғырту идеясы жатты. Екіншіден, Мұстафаның шетелге эмиграцияға немесе мұхажирға қашпаған, керісінше ол алашорда үкіметінің мүшесі ретінде 1919 жылдың қаңтар айында Парижде мына бірінші дүниежүзілік соғыстың қорытындысын шығарып, болашақта мұндай соғысқа жол бермейтін халықаралық ұйым құратын бейбіт конференция басталды. Мұстафа Шоқайдың шетелге кеткендегі мақсаты ол эмиграция емес, ол алашорда үкіметінің өкілі ретінде сол Париж конференциясына Әлиханның тапсырмасымен кетті.